Сәлем достар, қалдарың қалай? Бүгін мен сендерге Бала Абай деген өте керемет әңгімені айтып беретін боламын. Ал енді кеттік. Айтпақшы, бастамай тұрып артыма жазылып лайк басуды ұмытпа. Бала Абай, Олжан, Зере аналарын көңілдендіріп, тағы әңгіме жырларды айтқызу үшін кейде қаладан алып келген Жүсіп Зылиха деген кітапты оқып беретін. Түсінбеген түркі тілдерін Жолшыбай қазақшалап отырады. Бірде Абайлардікіне екі қонақ келіп қонды. Оның біреуін Абай таныды. Біреуі жас, ал екіншісі қартаңдау кісі екен. Жас кісі Абайлардікінде 3-4 күн болған Байгөкше деген ақын. Ол Абайлардікінде болғанда көзі көрпеш Баян Сұлудың жырын жырлап берген. Ал екіншісін Абай танымаса да, шешесі жақсы таныды. Сонда шешесі: "Ал балам, әжең екеумізді қажайтын едің. Міне, әңгіме жырдың дүкені осы, жаңа келді. Мына ақын Барлас деген ақын", деп анасы Абайға таныстырады. Тамақ дайын болғанша Барлас ақын Қобыланды батыр жырын жырлап береді. Сол кезде Абай бұл керемет өлеңді кім жазған екен деп ойлайды. Олар тамақтарын жақсылап ішіп алғаннан кейін келесі күні жыршылар жол жүруге аттанады. Сонда анасы былай дейді: "Жүрмеңдер, асықпай отыра тұрыңдар", деп Абайдың тілегін қонақтарға айтады. Сонда жарайды деп, яғни жыршылар қалады. Сонда Барлас келіп Абайдың қасына отырып, мынандай бір шағын ғана тақпақтап былай дейді: "Шырағым, ер жетерсің. Ер жетсең, сірә не етерсің? Алысқа шырқап кетерсің. Шыдасаң, шыңға жетерсің", дейді. Ал енді балалар, осымен біздің әңгімеміз аяқталды. Қараңдаршы, өте азғантай ғана әңгіме болса да, өте керемет әңгімелердің бірі. Маған осы өзімнің айтқан ертегі әңгімелеріне ең қатты ұнаған әңгімем осы болатын шығар. Ал енді всем пока-пока.